Сары су сүтті өңдеу арқылы сүзбе мен ірімшікті ажыратып, бөліп алғаннан кейін қалатын қалдық өнім. Оның адам ағзасына пайдасы өте зор. Сары суды тек қана тағамдық мақсатта емес, косметикалық мақсатта да қолданады. Сүт сары суының құрамы: сүт сары суы шамамен 93% судан тұрады, ал қалған 6,3% организмге қажетті барлық заттар толығымен кездеседі. Сары судың құрғақ заты негізінен лактозадан немесе сүт қантынан тұрады. Лактоза артық майдың жиналуына жол бермейді, сондықтан оңтайлы көмірсу болып табылады. Ол асқазан ішек жолдарының жұмысын реттеуге қатысады. Сары су ақуыздары толыққанды ақуыз алмастырылмайтын амин қышқылдары үйлесімді түрде кездесетіндіктен биологиялық құндылығы өте жоғары болып саналады. Олар күнтізілу үрдісіне және бауырдағы ақуыз синтезіне қатысады. Сүт сары суының құрамында никотин қышқылы, холин, биотин, В тобының А және Е, С дәрумендері және кальций, магний кездеседі. Сары судың қасиеті мен пайдасы: сары су өте тамаша өнім. Өзінің қарапайымдылығына қарамастан көптеген қасиеттерге ие. Сүт сары суы ішек микрофлорасын қалпына келтіріп, газ түзілу және шіру үрдістерін баяулатады. Сол себепті оны ас қорыту жолдарының ауруларында емдік мақсатта пайдаланады. Сүт сары суы суда еритін дәрумендердің қайнар көзі. Жемістер мен көкөністер жоқ мезгілде дәрумен жетіспеушіліктің кейбір түрлерінен арылуда пайдасы зор. Сонымен қатар құрамында В тобы дәрумендері болғандықтан тыныштандырады, ал ауыр жұмыс күнінен кейін ішсе жүйке жүйесіне жағымды әсер етеді. Қарттар үшін де тағаммен емдеуге аса пайдалы. Егер тамақ алдында ішсеңіз, асқазандағы тұз қышқылын төмендетуге септігін тигізеді. Сиыр сүтіне қарағанда сары су ақуызы ана сүтінің құрамына жақын келеді. Сондықтан балалар тағамын дайындауда қолданылады. Сондай-ақ артық салмағы бар адамдарға және қартаю үрдісін баяулататын антиоксидант ретінде күнделікті қолдануға ұсыныс береміз. Сіздерге төмендегідей пайдалы кеңестерді ұсынамыз. Иммунитетіңізді нығайтып, әртүрлі ауруға төтеп бергіңіз келсе, күнделікті таңертең бір кесе сары су ішіп тұрғаныңыз абзал. Ол аздап іш жүргізеді, сондықтан маңызды шаруаларыңыз жоқ күндері қолданыңыз. Теріңізді нәрлендіріп, балғындығын сақтап ағартқыңыз келсе, бетіңізді үнемі лимон шырыны араласқан сары сумен сүртуге болады. Бұл тек майлы немесе қалыпты терге арналған. Шашыңыз мықты әрі жылтыр болуы үшін сары сумен жуыңыз. Бетіңіздегі сепілден арылғыңыз келсе, 3 ас қасық ірімшік пен сүт сары суын араластырып маска жасаңыз. Оны тазартылған бетке жұқалап жағып, 10 минуттан кейін жылы сумен немесе көк шаймен жуу қажет. Беттегі безеулер не бөртпеден құтылғыңыз келсе, сары суды 2 ай бойы күнделікті жарты лимон шырынын 0,5 литр қайнатылған салқын сүтке араластырып ішуге болады. Көңіл күйіңізді көтергіңіз келсе, кешке 1 құты сары суды ішсеңіз болады. Себебі оның құрамында қуаныш гормоны серотонин бар. Сүт сары суының атқаратын қызметі: бауыр жұмысын реттейді және бүйрек қызметін жақсартады. Семіздіктің алдын алу және емдеу кезінде өте пайдалы. Ішектің жұмысын ынталандырып, артық майдың жиналуына кедергі жасайды. Ағзадан артық сұйықтықты, уыттарды және қоқыстарды шығаруға көмегін тигізеді. Қан айналым жүйесін жақсартады. Атеросклероз, ревматизм және гипертониялық аурулардың алдын алады. Теріні тазартады. Жүкті әйелдер үшін таптырмайтын аса пайдалы өнім. Жүйке жүйесін тыныштандырады. Ескерту: қарсы көрсетілімдері бар. Егер де сіздің сүт сары суының құрамындағы кейбір заттарға сезімталдылығыңыз жоғары болып, аллергия шақырса, қолданбаған абзал.